Баршаңызға сәлем. Бүгін сникерс тортының рецептісімен бөлісемін. Електен өткен ұнға алдын ала електен өткізіп алған какао ұнтағын, қопсытқыш, сода және тұз қосып араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұмыртқаға жұмсақ сары май, қант, ваниль не болмаса ванильді қант қосып 5 минуттай миксермен шайқаймыз. Үш бөлікке бөліп, бөлме температурасындағы сүт пен ұнды қоспаны алмастыра отырып қосып араластырамыз. Қамырдың 3/1 бөлігін пергамент қағазы төселген формаға салып, қамырды біркелкі таратып, 160 градуста қызып тұрған пеште форманы конвекциясыз орта деңгейге қойып, жарты сағат пісіріп аламыз. Піскенін ағаш шпажкасымен тексереміз. Құрғақ болып шықса, піскендігін білдіреді. Коржды формаға 15 минут қойып, содан кейін формадан шығарып, қағаздан шығармай толығымен суытып аламыз. Осылай қалған корждарды пісіріп аламыз. Суығаннан кейін шеттерін, корждың бетін тегістеп кесеміз. Енді крем дайындаймыз. Салқындатылған крем чизге салқындатылған 33% сливки, қант ұнтағын қосып миксермен біркелкі деңгейге дейін араластырамыз. Жержаңғақты алдын ала жуып кептіріп аламыз. Жержаңғақты керек мөлшерге ұсақтап аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Коржымызды ыдысқа орналастырып, корждың шетін қалыңдау етіп, кремді кондитерлік қаптың көмегімен орналастырамыз. Ортасына жұқалап кремді жағып, ыңғайлы болу үшін кондитерлік қаптың көмегімен карамельді қоюланған сүтті кремнің үстіне орналастырып, біркелкі етіп жайып аламыз. Жержаңғақты орналастырамыз. Екінші коржды орналастырып, крем жағып, бетіне маршмеллоу себемін, бірақ бұл міндетті емес. Маршмеллоудың бетіне кремді біркелкі етіп орналастырамыз. Үшінші коржды бетіне орналастырып, бетіне жұқалау кремді жағып, қалған креммен торттың шетін тегістеп 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямын. Енді ганаш жасаймыз. 100 грамм сүтке 2 ас қасық қант, 3 ас қасық какао салып араластырып, орташа отқа қойып араластыра отырып, қайнағаннан кейін сары май салып, оттан алып тастаймыз. Екінші түрі шоколадқа сливки құйып, сары май салып ерітіп аламыз. Масса суығаннан кейін қоюланады. Массаға жержаңғақ салып, торттың бетіне біркелкі етіп жаямыз. Тоңазытқышқа 1-2 сағатқа ганашымыз ұсталғанға дейін қойып қоямыз.
Сникерс тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Әйгерім.